Армысыздар ағайын, бүгінгі басты жаңалықтарымыздың анықтамасына көз жүгіртейік. Жезқазған қаласының номер 1 жалпы білім беретін мектебінің парламент ұжымы күзгі демалыста не бітірді? Қандай іс-шаралармен айналысып жатыр? Осылар туралы толығырақ бүгінгі репортажда. Бүгінгі репортажымызды номер 1 жалпы білім беретін мектебінің парламенттік президенті Қонақбаева Томирис толықтырады. Томирис, сөз кезегі өзінде. Рахмет, Арман. Қарағанды облысы Жезқазған қаласындағы номер 1 жалпы білім беретін мектебі нағыз тәрбие, білікті білім ортасы. Мектебіміздің жас ұландары, көшбасшылары біз боламыз. Біз номер 1 жалпы білім беретін мектебінде білім және тәрбие алғанымызға қуаныштымыз. Біздің қоғамда бәсекелестікке қабілетті, өз құқығымызды білетін, еліміздің саналы патриоты болатын және салауатты өмір салтын ұстана алатын, ұлттық құндылықтарды бағалай алатын, болашақ елдің азамат және азаматшалары бола алатынымызға сенеміз. Біз сапалы білім алып қоймай, өзіміздің шығармашылығымызды әрі қарай дамытып жатырмыз. Номер 1 жалпы білім беретін мектебінің өзін-өзі басқару және дебат қозғалысы, спорт, құқық және тәртіп сабақтары жүзеге асырылады. Келесі фракциямыз дебат қозғалысы фракциясы. Бізбен бірге болыңыздар. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі біздің дебатымыздың тақырыбы әлеуметтік желілердің пайдасы мен зияны тақырыбында болады. Яғни әлеуметтік желілердің қазіргі таңдағы пайдасы қандай пайдасы келіп жатыр, яғни және де қандай дебат қозғалысында қызу дайындық болып жатыр екен, кедергі келтірмейік. Ал енді қамқорлық фракциясының атқарып жатқан жұмыстарын көрейік. Ал Нұрай, сендер қандай іс-шара атқарып жатсыңдар? Біз қазіргі күзгі демалыстарды пайдаланып, ауа райы салқындағаннан осындай әдемі үйлер жасап, қыстарға қамқорлық жасадық. Өте жақсы. Қазір біз ақпарат фракциясының жанында тұрмыз. Жанай, сіздер күзгі каникулда қандай іс-шаралар жүргізіп жатсыңдар? Біз мектебіміздің оқушыларымен бүгін ғаламтордың пайдасы мен зияны тақырыбында ғылыми жоба дайындап жатырмыз. Біз ақпарат фракциясының жұмысын көрдік. Келесі кезекте спорт және салауатты өмір салты фракциясын көрейік. Біз қазір эстафета ойынын ойнап жатырмыз. Келесі фракциямыз мәдениет және өнер фракциясы. Индира, сіздер қандай жұмыс дайындап жатсыздар? Біз бүгін қолөнер сайысына дайындалып жатырмыз. Келесі құқық фракциясының қандай жұмыс атқарып жатқандарын көрейік. Балалар, сіздер құқық туралы не білесіздер? Құқық дегеніміз не? Осыған жауап беріңіздер. Неге сіздер қандай жұмыс жүргізіп жатсыздар? Жалпы бөлме басқа студенттарды алып, құқық пен тәртіпке байланысты викторина өткізіп жатырмыз. Өте жақсы. Келесі видеодан өзін тану және бақы фракциясының жұмыстарын көрейік. Сіздер оқушылар, бүгінгі біздің ашық сабағымыздың мақсаты ол өмірге деген құштарлықтарыңызды арттыру, өздеріңіздегі құндылықтарды анықтай білу, өзіңізді іштей бақылауға, өз ойларыңызды еркін жеткізуге үйретеміз. Өз ұлттық тәрбиенің нәрін ала отырып, болашақта еліміздің ел азаматтары болып өсетінімізге сенім артамыз.